Баршаларыңызға сәлем, біздің Ақтастархан YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен дәл KFC-дегідей болып шығатын қытырлақ наггетсы жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Себебі дәл осы рецепті сіз бір көргеннен ақ ұнатып қалатын боласыз. Ал енді құрамына керек заттар. Құрамына бізге тауықтың төс еті қажет болады және кез келген чипсы қажет болады. Ал енді іске кірісейік. Ең алдымен тауықтың төс етін алып, жұқа ұзынша етіп бөліктерге бөліп аламыз, яғни наггетсидің бөлігі секілді бөліктерге бөлінуі керек. Тауықтың төс етін алған дұрыс, себебі әрі етті, әрі жұмсақ болады. Міне турап дайындап алдық, енді оның үстіне татымына қарап тұз қосамыз, паприка қосамыз және зәйтүн майын аздап қосып жібереміз. Енді осыны жақсылап араластырып, жарты сағатқа бетін пленкамен жауып, маринадтауға қойып қоямыз. Ол аралықта біз осылай чипсыйымызды майда бөліктерге бөліп аламыз. Кез келген чипсыйды қолдана берсеңіздер болады. Міне дәл осындай майда бөліктерге бөлінуі қажет болады. Ал енді соус жасаймыз. Соусқа бізге майонез қажет болады. Үстіне аздап зәйтүн майы және лимонның суын сығып қосамыз және кез келген аскөктерді пайдалансаңыздар болады. Міне соусымыз әп-сәтте дайын болды. Жақсылап араластырамыз. Қасына кетчупты қосып жесеңіздер өте дәмді болады. Ал енді іске кірісейік. Міне біздің маринадталған тауықтың төс еттері дайын болды. Оны ең алдымен ұнға аунатамыз, одан соң жұмыртқаға және ең соңында біздің қытырлақ чипсыларымызға аунатып, табамызға бәрін біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Байқасаңыздар, құрамындағы заттарды өте қарапайым, жасалу жолы да өте оп-оңай. Міне барлығын да әзірлеп алдық. Енді оны біз 170 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Тауықтың төс еті өте тез піседі, әрі жұмсақ болады. Міне қараңыздар, дәл KFC-дегідей біздің наггетсилеріміз дайын болды. Міндетті түрде дәл осы рецептпен сіздерге жасауды кеңес беремін, себебі балаларыңыз да, отбасыларыңыз да қуана, рахаттанып жейтін наггетси болып табылады. Және біздің Ақтастархан YouTube арнасына міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі біздің Ақтастархан YouTube арнасынан сіздер үйдегі бар қолжетімді заттардан дәмді ас әзірлеуді үйренетін боласыздар. Міне енді дәмін татып көреміз. Дәл осылай кетчуппен де жесеңіздер болады, немесе майонезден жасалған соуспен де жеуге болады. Дәмін татып көреміз. Дәмдірек екен. Біздің Ақтастархан YouTube арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар.